PUBG Mobile бойынша қазақстандық қыздар командасы жартылай финалда. CS2 бойынша үздік ойыншы читер ме? Нави құрамына плюс бір қазақ. Бәріне сәлем, менің есімім Маружан. Бұл сайбер алаңның кезекті жаңалықтар топтамасы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Және біздің бүгінгі шығарылымның демеушісі Kingston Fury компаниясы. Осы компанияның атынан сіздерге керемет сыйлықтарымыз бар, ал оларды қалай алуға болатынын білу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Өткен шығарылымда біз HyperX компаниясынан бір сыйлық ойнатқан болатынбыз, және сол сыйлықтың жеңімпазы ең көп лайк жинаған Назар Дамир атты қолданушы. Құтты болсын сізге HyperX компаниясының атынан осындай құлақ қаптар. Назар Дамир, өтініш, осы комментарийдің астына өзіңіздің электрон поштаңызды қалдыра кетіңіз. Біз сізбен байланысып сыйлығыңызды жеткіземіз. Өткен шығарылымда біз сіздерге Қазақстан құрамалары Ханчжоудағы демонстрациялық ойындарына қатысатынын айтқан болатынбыз. Енді нәтижелеріне тоқтала кетсек. Құрамалар 11 және 12 қарашада өткен Ханчжоу демонстрациялық ойындарының соңғы матчында Ultimate Battle Robots дисциплинасы бойынша Тәжікстаннан келген команданы жеңіп, қола медальға ие болды. Бірақ Steel Rain ойынында нәтиже сәл төмен болып, отандастарымыз 4-ші орынға жайғасты. Бұл ақпарат Қазақ Киберспорт Федерациясының ресми Instagram парақшасынан алынды. Айтпақшы, 7 ел қатысқан демонстрациялық ойындар Ханчжоуда Азия ойындарының қолдауымен өтті. PUBG Mobile бойынша Аламан лиг. Жақын арада жүлде қоры 2 миллион 100 мың теңгені құрайтын лига басталады. Іріктеу кезеңі 13-15 қараша аралығында өтіп, үздік командалар плей-офф кезеңіне шақырылды. Турнирде Falcon White, Canina Power, Ruhi Sports командалары, сондай-ақ Nomad Knights атауымен бақ сынасатын бұрынғы Sly Machine командасы қатысады. Еліміздің танымал және үздік командалары қызықты сәттер мен шиеленісті ойындар барысында чемпион атақ үшін күреседі. Ал сіз қай командаға жанкүйер боласыз? Ruhi Sports өздерінің Instagram парақшасында алдағы PUBG Mobile Global Championship 2023 бойынша ойын споттарымен бөлісті. Жалпы турнир ұзақтығы шамамен 1 ай, бірақ Ruhi Sports 16 және 19 қараша аралығында ойнайды. Барлық қатысушы командалары 3 топқа бөлінді, және әрқайсының өзіндік түсі мен ойын кезеңдері бар. Қызылдар арасындағы ойындар 2 күн бұрын аяқталса, ал 16 қарашада сары топтағы командалар бақ сынаспақ. Айтпақшы, қызылдар құрамында қазақстандық тағы бір команда Canina Power болды. Өкінішке қарай команда ең соңғы орынды иеленді. Естеріңізге сала кетейін, финалға 48 команданың тек 9-ы ғана өте алады. Сонымен қатар, Ruh Dreamcore қыздар командасы PUBG Mobile Female Competition турнирінде керемет нәтижелер көрсетіп жатыр. Қыздар бірінші орын алып, әрі қарай жартылай финалға өтті. Жарыстың жүлде қоры 10 мың евро. Қыздарға сәттілік тілейміз. Қайтадан киберспорттағы ауыс-түйіс пен решафлдар туралы айтайық. Team Falcons Dota 2 бойынша жаңа құрамын таныстырды. Бұл жаңалық ұйымның Twitterдегі парақшасынан шықты. Және онда ACL One Kuala Lumpur 2023 турнирінің ростеріне тіркелген ойыншыларды да белгілепті. Команданың жаңа менеджері Йорданиялық Афромуш Әбу Әл-Эйс болады. Нави құрамына плюс бір қазақ. Ұйымдастырушылар Dota 2 бойынша жаңа ростер құрамымен бөлісті. Командаға Тамир Дейс Тоқпанов пен Дмитрий Нефрит Тарасич қосылды. Олар Абдымалик Малик Сайлау және Даниял Алибаевтың орындарына келген анық. Тамир Дейс Тоқпанов туралы қысқаша айта кетсек, келесі айда ол 18 жасқа толады, ал мансабын пандемия кезінде бастаған екен. Бұл ақпаратты біз Dota 2 ру порталынан алдық. Бұған дейін ол Нави Junior'да да ойнағаны белгілі. Қазіргі уақытта командада 3 ардагер ойыншы қалды. Олар Максим Шигетсу Пападенец, Максим Мелоджол Пунев және Арман Малади Оразбаев. Ал Малик Навиден кетіп қай команданың құрамына қосылды. Енді ресми түрде отандасымыз Айбек Тоқаев ойнайтын жақында жаңартылған PSG Quest ростерінің құрамында. Riyad Masters 2023 чемпионатында ол PSG Quest пен стендин ретінде ойнаған болатын. Абдымалик 30 қазанда командадан шыққан Тобис Роби Бучердің орнына келді. Абдымалик Малик Сайлаудың Waldner Legends Cup іріктеу ойындарында PSG Quest құрамында болатыны айдың басында белгілі болды.
Әлімжан Вотсон Исламбеков Пингер ұсынған стримерлер рейтингінде 3-ші ай қатарынан көш бастап келеді. The International 2023-ке қатысқанына және эфирде небәрі 24 сағат болғанына қарамастан, Вотсон әлі күнге дейін бірінші орында. Мұханжан Адреннің үзілісінің арқасында рейтингтің 2-ші қатарына қайта оралды. Ол қазан айында жалпы 70 сағат және 40 минут бойы стрим өткізген екен. Енді бастап жатқан стримерлер арасында Қазанбас ерекше көзге түсіп, ең еңбекқор стример атауына ие болды. Ол PUBG Mobile ойыны бойынша 188 сағат бойына стрим жүргізіп 87 мың қаралым жинаған. Counter-Strike 2 бойынша OneWin командасы тарап кетті ме? Өздеріңізге танымал Харуми инсайдері осылай дейді. Құрамында Александр Трэвис Семкев, Алексей Никелбек Трофимов және Игорь Форестер Безотеческий сияқты ойыншылар бар ростер қазіргі уақытта өз жұмысын тоқтатты. Алдағы жоспарға қатысты ресми түсініктеме әлі берген жоқ. Команда мергені Денис Деко Жуков кеткеннен кейін 3 ойыншы қалды. Ал Деко Аврора командасына қосылды. Сонымен қатар өздеріңіз білетіндей, команда капитаны Бумыч те Cloud9 командасына кетіп қалды. NTT ресми әлеуметтік желілерінде Дмитрий Д.М. Дорохин мен Владимир Нован Миненко ойыншылары бар Dota 2 бойынша команданың жаңа құрамын жариялады. ДМ оффлейнер позициясында, ал Нован мидте ойнайды. Әлімжан Вотсон Исламбеков, Владислам Катауеми Семенов және Дмитрий Фишман Полищук ойыншыларының позициялары өзгеріссіз қалды. Осылайша қазір команда құрамында шығыс европалық 5 ойыншы бар. Бұған дейін The International 2023-те өнер көрсеткен Дэниел Штормшторм мен Шоу Цзао мен Ким Габби Валев Фюрте командадан шығып кеткен болатын. Аврора букмекерлік клубы енді Dota 2 бөлімшесін іске қосу арқылы e-спортта кеңейгенін хабарлады. Бұрын осы брендпен Talon e-спорт атынан шыққан команда Ресей Сербия букмекерлік кеңсесімен келісім шартқа қол қойды. Бірақ келісім шарттың егжей-тегжейлі әлі жарияланбады. Ойыншылар Talon e-спорт атынан The Lima Major 2023 және Riyadh Masters 2023 сияқты халықаралық турнирлерге қатысып, керемет жетістікке жеткен. Айтпақшы, Aurora Gaming'те Counter-Strike 2 және Apex Legends бойынша құрамдар бар. Fly Nouns құрамына қосылды, ал Штормер команданың атынан ESL One Kuala Lumpur 2023 іріктеуінде стенден ретінде қатысады. Алдыңғы құрамнан Нико Гуннар Лопес пен Родриго Лелис Сантос қалды. Ал Гуннар позициясын 2-ден 3-ге ауыстырды. Nouns ростері ESL One Kuala Lumpur 2023-те ашық аймақтық іріктеуге әлі тіркелмеген, бірақ команда Солтүстік Америкадағы жабық іріктеу кезеңіне бірден бару мүмкін. Крет, ты убит. Кассир Василиса Чернова Фантом Ассасин атынан Dota 2 туралы рэп жазды. Рэпті ютубтан тыңдауға болады, бірақ трекке қатысты негатив көп екен. Бір-екеуін оқып берейін. Тректі тыңдағаннан кейін құлағым естімей қалған сияқты. 4 литр қан жоғалтқандай сезімде болдым деп жазса, тағы бірі маған қатты ұнады, шығармашылығыңа сәттілік деп жазыпты. Ал енді бір адам, егер сіз дауысты өшіріп, битті ғана тыңдасаңыз, жақсы трек деп пікір қалдырған. Көп қырлы әрі тиімді технологиясыз киберспорт болмас еді. Ұйымдар бізге ойнауға ыңғайлы техниканы шығарады, командаларға демеушілік жасап, хабар тарату платформаларын құрастырады. Осылайша сіз бен біз әлемнің кез келген жеріндегі сүйікті командамыздың ойынын тамашалай аламыз. Осы орайда біз серіктесіміз туралы айтқымыз келіп отыр. Әлемдегі ең ірі сақтау құрылғысын өндіретін Kingston Technology Company осы салада көшбасшы атанды. Trendforce'тың 2022 жылғы рейтингіне сәйкес Kingston нарықтағы 78% үлесімен бірінші орында тұр. Бұл Kingstonның керемет тәжірибесі мен инновациялық технологиясының арқасында болып отыр. Айтпақшы, Kingston Technology компаниясы ақшта құрылған сәттен бастап киберспортты қолдап келеді. Осы орайда біздің сіздерге тағы да керемет жаңалығымыз бар. Қазір көрсетем. Kingston компаниясынан арнайы сыйлықтар салынған сөмке. Ішінде не бар екен, қарап көрейік. Smart термос. Kingston компаниясының атынан осындай керемет саптаяқ. Менде де бар ол. Футболка. Нәски. Kingston компаниясынан стикерлер мен блокнот. Телефон қойғыш. Және компанияның атынан осындай қып-қызыл қалам.
Ең басты сыйлық сіздің компьютеріңізге арналған осындай жедел жад. Осы сыйлықтардың барлығы мына сөмкемен бірге сіздерге сыйлыққа беріледі. Ал бұлардың барлығын ұтып алу үшін сіздер біздің YouTube арнамызға тіркеліп, сол тіркелгеніңізді растайтын скриншотты сторисіңізге біздің Instagram парақшамызды белгілеп саласыздар. Одан бөлек комментарийге осы конкурсқа қатысып жатқандарыңызды жазасыздар. Сіз бұл конкурстың нәтижесін келесі шығарылымда сіздермен бөлісеміз. FaZe Clan 2023 жылғы Азия чемпионатының жеңімпазы болды. Финалда команда Моузды 2-0 есебімен жеңді. Атап айтсақ, Мираж картасында 13-7 және Нюк картасында 22-18 есебімен жеңіске жетіп отыр. Фин Карриган Андерсонның командасы $250 000 көлемінде жүлдеге ие болды. Ал Моуз екінші орын үшін $100 000 алса, Астралия және Энс үшінші, төртінші орынды иеленіп $50 000 ұтып алды. Естеріңізге сала кетейік, турнир Шанхайда 8-12 қараша аралығында өтті. Counter-Strike 2-дегі FaZe Clan ойыншысы Робин Роб Сколь 2023 жылғы Азия чемпионатында барлығын таңғалдырып, HLTV бойынша ең үздік ойыншы ретінде танылды. Киберспортшының орташа рейтингі 1-22. Ол үшін ең жақсы карталардың бірі Моузға қарсы серияның 3-ші ойыны болды. Ол кезде ойыншының рейтингі 1-86 болған. Айтпақшы, бұл эстониялық ойыншы үшін 5-ші MVP атағы. CS2 бойынша екінші мейджор қайда өтеді? Азия Championship 2023-тің соңғы кезеңінде Counter-Strike 2 бойынша екінші мейджор жарияланды. Турнир тағы да Шанхайда өтетін болды. Турнирді Perfect World операторы ұйымдастырады. Әзірге турнир қай күні өтетіні туралы нақты ақпарат шыққан жоқ. Бұдан бөлек PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Counter-Strike бойынша Source 2-ге ауысқаннан кейінгі алғашқы мейджор 2024 жылдың наурызына жоспарланған деп жарияланды. Турнир Даниядағы Royal Аренада өтеді. Европадағы RMR 14-ші және 24-ші ақпан аралығында өтеді. Азия командаларын іріктеу 26-29-ші ақпан аралығына жоспарланған. Ал Америка аймағына іріктеу наурыздың басында өтеді. 12 қарашада ESL One Kuala Lumpur 2023-ке қатысу үшін Dota 2-ден алғашқы ашық іріктеу турнирлері басталды. 7 аймақ атап айтсақ Шығыс және Батыс Европа, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Қытай, Оңтүстік Шығыс Азия және Таяу Шығыс 2 күнге созылатын біріктілікке қатысады. Жарыс Single Elimination форматында өтеді. Онда жартылай финалға дейінгі матчтардың қорытындысы Best of 1 форматында, ал одан кейінгі матчтар Best of 3 форматында шешіледі. Іріктеу нәтижесінде командалар слоттарды жабық кезеңде алады. Шығыс Европа үшін 2 слот бар. Ал ESL One Kuala Lumpur 2023-те жабық іріктеуге мына командалар шақырылды. Шығыс Европа бойынша бұл Virtus.pro, Betpom Team, Nine Pandas және Navi. Батыс Европада жабық іріктеуде Team Liquid және OG ойнайды. Кейінірек тағы 2 командада жарияланады. Олардың бірі Entity болуы мүмкін. PSG Quest MEN аймағында жабық іріктеу слотын алды. Іріктеу 16-18 қараша аралығында өтеді. Ал турнирдің өзі 11-17 желтоқсанға жоспарланған. League of Legends бойынша World Championship 2023 жалғасуда. 11 және 12 қарашада жартылай финал өтіп, нәтижесінде T1 және Weibo Gaming финалға өтті. Финал 19 қарашада өтеді. 2 мықты команда арасындағы матч Оңтүстік Корея, Сеул қаласындағы Gocheok Skydome стадионында өтеді. Матчтың алдында Riot Games концерт қойып ашылу салтанатын өткізеді. Ал енді өсек тайм. CS2 әлеміндегі сенсациялық жаңалықтар. CS2 бойынша Европалық рейтингтік көшбасшысы Сатан лақабатымен танымал ойыншы ойында чит қолданғанын мойындады. Ол бұл ақпаратпен YouTube-тегі Репачино арнасына берген сұхбатында бөлісті. Таңғаларлық жариялауда Сатан рейтингте бірінші орынға шығу үшін 3 апта бойында күніне 5-6 матчтан ойнауға қажет екенін ашық айтты. Содан кейін Сатан жоғарғы рейтингтегі көптеген ойыншылар тыйым салынған бағдарламаларды қолданатын жариялаған кезде бұл шетелдік жанжал одан әрі өршіге түсті. Оларды анықтау оңай, өйткені олардың ойындағы вин рейті 90%. Менің ойымша бұл олимпиададағы допинг сияқты. Мен тіпті не дерімді білмеймін дейді ол. Жасанды интеллект енді видео ойындармен де тығыз байланысты.
Мұнда да сарапшылар пікірлері сан түрлі. Бұл біздің тұрақты айдарымыз және біздің талдаған зерттеуге сәйкес адамдар жасанды интеллекттің күшіне риза болып жатыр. Мысалы, креаторлар бірнеше есе күштірек жұмыс жасамақ, ал ойындарды әзірлеу шығындары әлдеқайда азаяды деп жатыр. Тіпті ойындар да біртіндеп жақсарып келеді. Авторлық құқықтың бұзылуы, сондай-ақ жасанды интеллекттің түпнұсқадан еш айырмашылығы жоқ имитациялар жасай алатыны алаңдататыны анық. Бірақ бір жағынан ойынның бейнесі мен мазмұнын жазушылардың да орнын толығымен жасанды интеллект басады деп қауіптенеді. Біз Сайбер-Алаң командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтарды шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube және Telegram арнамызға, Instagram мен TikTok'тағы парақшаларымызға жазыла кетіңіздер. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі кездескенше.